Келесі 716 есепті шығарайық. Біріншісі, 10-нан 7 санын ондық бөлшек түрінде жазайық. 10-нан 7. Қалай оқып жатырмыз? Дәл солай жазамыз, е? Бүтін сан жоқ, сондықтан да 0,10-нан 7 болады екен. Келесі санымызды жазайық. 100-ден 19. Бүтін санымыз 0-ге тең болады. 0,100-ден 19. Келесі санын жазайық. 1000-нан 317. 0,1000-нан 317 болады. Келесі санымыз 1000-нан 501. Сонда 0,1000-нан 501 деп жазады екен. Келесі екінші бағаны шығарайық. 10-нан 11. Бұл бізде бұрыс бөлшек. Аралас санға айналдырып алайық. 11 санның ішінде 11 рет бар. 10 болады, қалдығы 1-ге тең. Сонда ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 1,10-нан 1-ге тең болады. Оқылуы қалай? Дәл солай жазамыз. Келесі екіншісі 100-ден 718. Аралас санға айналдырамыз. 7,100-ден 18 болады. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 7,100-ден 18 деп жазады екенбіз. Келесі 100-ден 2409. Так, аралас санға айналдырып алайық. 24 рет бар, 100 болады, қалдығы 9-ға тең. Сонда 24,100-ден 9-ға тең болады екен. Келесі 9813 алымында бөлшектің бөлімінде 1000-ға тең. Аралас санға айналдыратын болсақ, 9,1000-нан 813 болады. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 9,1000-нан 813 деп жазады екенбіз. Келесі үшінші бағаны жазайық. Аралас түрінде берілген 2,10-нан 3. Қалай оқимыз? Дәл солай ондық бөлшек түрінде жазамыз. Сонда 2,10-нан 3. Келесі екіншісі 5,10-нан 7. 5,10-нан 7-ге тең болады екен. Келесі 6,100-ден 49. Сонда 6,100-ден 49 деп жазамыз. Оқылуы қалай? Дәл солай жаза береміз. Келесі 3,1000-нан 419. Сонда 3,1000-нан 419-ға тең болады. Келесі төртінші бағаны шығарайық. 5,100-ден 7 тең 5,07 болады екен. Яғни 100-ден 7 болды. Келесі 3,100-ден 9. Сонда 3,09 болады екен. Сонда 3,100-ден 9 болады. Келесі 4,1000-нан 174. Сонда 4,1000-нан 174-ге тең болады екен. Келесі бесіншісін жазайық. 5,1000-нан 13. Ол дегеніміз 5,0 болады. 13. Сонда 1000-нан 13-ге тең болады екен. Келесі 717 есептің біріншісін шығарайық. 0,10-нан 9. 0,10-нан 9 деп жазамыз. Екіншісі 0,100-ден 17. 0,100-ден 17. Келесі үшіншісін жазайық. 0,100-ден 3. 0,100-ден 3. Келесі төртіншісін оқиық. 2,1000-нан 315. 2,1000-нан 315 деп жазылады екен. Келесі бесіншісі 3,100-ден 5. 3,100-ден 5. Келесі алтыншысын жазайық.
тоғыз бүтін мыңнан 207. 9 бүтін мыңнан 207 деп жазылады екен. Келесі 718 есептің біріншісін шығарайық. Бөлінділерді ондық бөлшек түрінде жазыңыздар дейді. 7 бөлінген 10. Оны бөлшек түрінде жазылайық, сонда 10-нан 7 болады. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 0 бүтін 10-нан 7 болады екен. Келесі екіншісін жазайық. 13 бөлінген 100. Бірінші бөлшек түрінде жаза аламыз. 100-ден 13. Ондық бөлшек түрінде жазатын болса, 0 бүтін 100-ден 13 болады екен. Келесі 91 бөлінген 1000. Бірінші бөлшек түрінде жазып аламыз. 1000-нан 91 тең 0 бүтін 1000-нан 91. Сонда 0,91 болады екен. Келесі 109 бөлінген 1000 тең 1000-нан 109 деп жазылайық. Ол дегеніміз 0 бүтін 1000-нан 109 деп жазылады екен, ондық бөлшек түрінде. Келесі 33 бөлінген 1000 тең бөлшек түрінде жазалайық. 1000-нан 33 болады. Ал ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 0 бүтін 0,33 болады. Бұл дегеніміз сонда 0 бүтін 1000-нан 33-ке тең екен. Келесі 7 бөлу 1000. Жай бөлшек түрінде жазып алайық. 1000-нан 7 тең 0 бүтін 1000-нан 7 деп жазалайық. Келесі екіншісін шығарайық. 21 бөлу 10. Жай бөлшек түрінде жазатын болсақ, 10-нан 21. Енді бұны аралас санға айналдырайық. 2 бүтін 10-нан 1 болады. Сонда ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 2 бүтін 10-нан 1-ге тең болады. Келесі екіншісін шығарайық. 119 бөлінген 100 тең 100-ден 119 тең аралас санға айналдыратын болсақ, 1 бүтін 100-ден 19. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 1 бүтін 100-ден 19 болады. Келесі 893 бөлінген 10 тең бірінші аралас санға айналдырып жазылайық. 89 бүтін 10-нан 3-ке тең болады. Сонда ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 89 бүтін 10-нан 3-ке тең екен. Келесі 4911 бөлінген 1000. Бөлшек түрінде жазылайық. Бірінші 1000-нан 4911 тең. Енді аралас санға айналдырайық. 4 бүтін 1000-нан 911 тең. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 4 бүтін 911. Келесі 627 бөлінген 100 тең 100-ден 627. Аралас санға айналдыратын болсақ, 6 бүтін 100-ден 27. Ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, 6 бүтін 100-ден 27-ге тең екен. Келесі 517 бөлінген 10 тең 10-нан 517. Аралас санға айналдыратын болсақ, 51 бүтін 10-нан 7 тең. Ондық бөлшек түрінде жазайық. 51 бүтін 10-нан 7 болады екен. Келесі 719 есептің біріншісін шығарайық. 1 бүтін 100-ден 9 тең. Жазылу сонда 1 бүтін 09 болады екен.
мына сұрақ белгісінің орнына 0,9 сан тұрады екен. Келесі екіншісі 719 бөлшектің бөлімде белгісіз, бірақ ондық бөлшектерінде жазатын болсақ 0,10,719. Яғни бір саннан кейін 4 сан тұр. Яғни 4 нөлі бар, ол бізде 10.000 болады екен. Сонда 10.719 болады. Келесі үшіншісін шығарайық. 5,10,000-нан 81 сан болады. Жазылу бойынша 5,10,000-нан 81 болады екен.